Бәрін сыртқа шығар. Флешмоб болады қазір. Мен аудио видео атырасың. Не берейін? Спасибо. Жүріңіздер. Көбай кешіңіз. Флешмоб болады деген сияқты. Қатан болмай жатыр. Şimdi mola mı? Kuzak mı şakrat mı? Olay. Бәрі флешмоб берей ме не? Балалар месе берейтін? Балалар берейді. Калидор ғой. Бәрін айты бер. Барматса қалыңыз қалай? Мерекелеріңізден рахмет. Платный. Айзыр кезінде қып-қызыл ғой. Қызыр досың дейді. Кеше айтты қызыл киінеміз деп. Иә? Неге қызыл киім шықпады? Жоқ па қызыл киім? Жоқ. Жанна помоги срочно. Что там побраться? Снимаешь, что ли? Фото надо снять. Дмитрий Кумаркина, Каримжан, они такой. Екеуіне
Anlatayım mama. Anlatayım mama. Teşekkür ederiz. Beğendir vasıtasını. Aldın ağabeyimin de al. Alayım. Sağ olun. Вставай. Beğendir vasın.
педагогикалық кеңеске қатысушылар, ардақты зейнеткер ұстаздар, шақырылған қонақтар. Күн сайын Қазақстанда мыңдаған нәресте дүние есігін ашса, жыл сайын 100 мыңдаған жалынды жастар жарқын болашақтың есігін ашуда. Ұлтымыздың кемелді келешегі, білім мен ілімді игерген, ұлағатты ұстаздардың алдын көріп, тәлім тәрбиені бойға жинаған саналы ұрпақта, жас жеткіншектердің қанаттарының қатаюына, өмірлік іргетасының дұрыс қалыптасуы жолында барлық мүмкіндіктер жасалып, көзі ашық, көкірегі ояу жеке тұлға ретінде әзірлеуге жан-жақты жұмыстар жүргізілуде. Пленарлық мәжіліс бір жылдық жұмыс нәтижесін талдауға, көптеген маңызды тақырыптарды жаңашыл ойлар мен пікір алмасуға мүмкіндіктер береді. 2019-2020 оқу жылы Қорғалжын ауданы білім қызметкерлерінің тамыз кеңесін ашық деп жариялаймын. Бүгінгі кеңеске қатысушы қонақтармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қорғалжын ауданының әкімі Берік Амантайұлы Жанбаев, Ақмола облысы білім басқармасы оқу-әдістемелік комитетінің директоры Баймакова Жанарбек. Педагогикалық тамыз кеңесінің күн тәртібі мен регламент қолдарыңызда. Баяндашыға 20 минут, баяндашыға 20 минут, жарыс сөз 3 минуттан. Алып қосарларыңыз бар ма? Жоқ болса жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Алғашқы құттықтау сөзі аудан әкімі Берік Амантайұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, құрметті әріптестер, қадірлі білім саласының ардагерлері, бүгінгі тамыз мұғалімдер конференциясына қатысушылар, құрметті Жанарбек ханым, біздің Қорғалжын аудандық конференцияға қош келдіңіз. Біз сізге өте ризамыз келуіңізге. Құрметті әріптестер, білімді бірді жығады, білімсіз кімді жығады дегендей, қазақ өзінің ұрпағына ең бірінші санат егеді. Берік Амантайұлы, білім және ғылым тақырыбындағы өзінің баяндамынан кейін жаңа серпіліс, жаңа талаптар анықталған жаңа оқу жылы басталады. Әр істің өз іргетасы бар дегендей, әр жаңа оқу жылынан өз жоспар жобасы болуы заңдылық. Осыған орай, жыл сайын дәстүрге айналған тамыз кеңесінде кездесіп, мәселелерді айқындап, оларды шешу жолдарын анықтау үшін өткен жылдың жұмысына қорытынды жасап, алдағы оқу жылына міндеттер қою қажет. 2018-2019 оқу жылындағы жұмыстың қорытындысы кезеңінде орындалған мәселелер: жаратылыстану математика пәндері бойынша оқушылардың білім сапасын арттыру, оқытатын пәндері бойынша мұғалімдердің педагогикалық шеберлік деңгейін көтеру, мектепке дейінгі тәрбие бойынша қадамдық жоспарды енгізу, мемлекеттік жеке меншік серіктестікті дамыту, дарынды балалармен жұмысты жетілдіру, инклюзивті білім берудегі жұмысты жүйелендіру, қосымша білім беруде бірыңғай тәрбие кеңістігін құру жұмыстарын жетілдіру, білім беру ұйымдарында материалдық техникалық базаны нығайту, білім қызметкерлерінің қолжетімділігі, білім сапасын арттыруға ата-аналармен жұмыстың тиімділігін қамтамасыз ету. Ең бастысы таңдалған мектептегі оқушылар сауаттану және әлеуметтену бағытталған білім беру ісіне педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамытуына көмектеседі. Ресурстық орталықтың мақсаты жан-жақты базалық және бағдарлы білім беру мен тәрбиелеу негізінде ауыл балаларының қабілетін, қызығушылығын және жас ерекшелігін ескере отырып, сапалы біліммен қамтамасыз ету. Біздің ресурстық орталықтың жұмысы екі кезеңнен тұрады: сессиялық және сессияаралық. Бір оқу жылында 10 күннен 3 сессия ұйымдастырылып келеді. Ресурстық орталық сессиясы барысында кіріктірілген білім беру кешенін ұйымдастыру дәстүрге айналып отыр. Сессияларға тәжірибелі жоғарғы санатты пән мұғалімдері тартылады. Барлық сабақтар ресурстық орталықтың мақсатына сай ақпараттық техникаларды және техникалық құралдарды тиімді пайдалану арқылы өткізіледі. Сессия кезеңінде оқушыларға мұғалімдер білім алу үшін барлық жағдай жасап отыр. Бірінші сессия оқу жылының қараша айы ішінде, екінші ақпан және үшінші сессия сәуір айында өткізіледі. Сессияға Машұқыр, Ұялы және Жұмай мектептерден 10-нан астам оқушылар қатысып, сессия бойынша оқушы біліміне мониторинг жасалады.
Sessiyada оқушылардың бос уақыттарын ұтымды және әрі жоғары көңіл күйде өткізуіне ерекше мән беріледі. Ашық пікірлесу, адамдары өте ыстық, сондай қарапайым, қонақжайлы, жақсы, жарқын адамдар. Ал енді бүгінгі тамыз конференциясы дәстүрге айналған, ол жыл сайын өтеді. Міне бүгін осы ауданда өтіп жатыр. Бұл кеңесте барлық педагогтар бастарын қосып, өткен жылғы нәтижеге, өткен жылғы атқарған жұмыстарға өздеріне есеп беріп, жаңа оқу жылына, жаңа бастамаға қойған міндеттерді бірге отырып, кеңесіп отырып, осы жерде шешіп жатырмыз. Жаңағы өзінің баяндамасында Сәуле Қуанышына айтып кеткендей, көптеген осы ауданда өзгеріс. 83 жылы билікке Черненко келгенде мұғалімдердің жалақысы көбейген, Андропов келгенде милиция жалақысы көбейген. Сондықтан біздің әркім мұғалім болғандықтан жағдайымыз жүреді ғой деп үміттеміз. Құрметті әріптестер, енді қоғамдық бірлестіктің төрағасы болғандықтан аудандық кәсіподақ біздің жұмысын осы аудандық білім бөлімімен жаңағы ақылдасып, әрқашанда әлеуметтік серіктес болғандықтан біз жұмысымызды әрқашанда ұштастырып, бірге бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, ақылдасып, келісіп пішкен тон келте болмайды деген қағиданы әрқашан есімізде. Және де Берік Амантайұлы, Сәуле Қуанышқызы, сіздерді педагогтардың тамыз кеңесінің мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. 2009 жылы бірінші қаңтардан қолға алынған дипломмен ауылға бағдарламасы аясында өзімнің туған жерім Қорғалжын елді мекеніне, Ақтан Төлебаев атындағы орта мектебіне дене шынықтыру мамандығы бойынша мұғалім болып жұмысымды белсенді кірістім. Қызметімді атқарып келемін. Әр жұмысында қызығы мен қиындығы қатар жүреді ғой. Сондықтан да жұмысымды абыроймен атқаруға тырысамын. Бағдарламаның арқасында жұмыспен қамтамасыз етілдім, және де теңге көлемді көтерме үстемақы алдым. Сонымен дәл осындай талай жастардың қиялына қанат бітіріп, алға қойған жоспарымызды жүзеге асыруға мүмкіндік сыйлаған тұңғыш елбасының дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасының әлі де жалғасы табады деп ойлаймын. Бұл бағдарлама мақсатында жұмыссыз жүрген елді мекендегі жастарымызды жұмысқа тарту және де жас мамандар ретінде мемлекеттік тарапынан қабылданған аталмыш жобаны қолдаймын. Сіздерге, әріптестер, сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік, тек алға. Назарларыңызға рахмет. Құттықтау үшін ортаға шақырамыз. Қымбатты әріптестер, ұстаз ардагерлер, өзіңіз тәрізді өмір жолын жаңа бастайды деп отырған жас ұстаздар, барлықтарыңызды келе жатқан жаңа оқу жылы менен шын жүректен құттықтап, баршаңызға жемісті және жеңісті табыс тілеймін. Бүгіннен кейін негізгі айтайын деген ниетім жас ұстаздар еңбегіне байланысты сіздер егемен еліміздің жас ұрпақтарына сапалы білім мен саналы тәрбие беруге жауаптысыздар. Осы жауапкершілікті терең сезініп, шәкірттеріңізді білімді әрі отанның лайықты азаматтары қылып тәрбиелеулеріңізге тиіссіздер. Нағыз тәрбие ең алдымен мұғаліммен, оның ұстазының арасында болуға тиісті. Баланың әрдайым рухани араласуынан осы жақсы шәкірт шығасы соңыра. Ал енді біздің заманымыздың өзі керемет заман болып тұр қазір. Техника мен ғылымның шарықтап дамыған кезеңе еліміздің енді күшті ел болу үшін әрине міндетті түрде білімді ұрпақтары болу керек. Осы білімді ұрпақтарды кімдер даярлайды? Жас ұстаздар, сіздер мінекей мектептерге келіп еңбек
бастағалы отырсыздар. Сондықтан барлықтарыңызда бірінші жақсы ұстаз болу үшін әрбір ұстаз өзінің беретін пәнін жақсы білу керек, жетік білу керек. Басқаша айтса, ғылымға үйір болу керек. Абайдың айтатыны бар ғой, жасында ғылым барды ескермедім. Бірақ ол кісі сол ескермегенменен қандай данышпан адам болып шыққан осы ғылымға арқа сүйегендіктен, ғылым арқылы адам жаңағы өзін сондай биікке көтере алады. Басқа дін түрінде айтсақ, ол иманды болу үшін де ғылымға үйір болу керек. Екіншіден, жақсы тәрбие болу үшін ұстаз шәкірттерінің қауша жанын бере, соған жұмыс істегенде ғана жақсы шәкірт шығады. Мінекей біздің еліміздің басшысы осы ұстаздар туралы көбірек айтып кетті. Қасым-Жомарт Тоқаев ұстаздарға көп көңіл бөлу керек. Олардың мысалы статусын қолға алу керек, жалақыларын көтеру керек дейді. Осылардың барлығы тегін айтылмаған. Жақсы ел болу үшін жақсы осы ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан осы келе жатқан жаңа оқу жылы баршамыз үшін әрине өте жауапты кезең болуға тиіс. Ал енді сөзімді аяқтағанда былай дер едім: аяулы ұстаз, өзіңнен жақын кім болған, сабыр мен ақыл жүрегінде нұр толған, сүрінсе денеп, шаршаса желеп шәкіртін, тайдырмай бағып, арқадан қағып тұр алдан. Жанына жақын еңселі мектеп шаңырақ, қаншама сәби кірмеді саған таңырқап, білімге қанып, сауапты жан қияға, өзіңнен ұшты өмірге қанша сан ұрпақ деп, барлықтарыңызға келе жатқан тамыз мерекесін шын жүректен құттықтап, елдеріңізге саулық, еңбектеріңізге жемісті болуына шын жүректен тілеймін. Сіздің ізіңізді басып келе жатқан жас ұрпақты, яғни жас мамандарыңызға алғашқы еңбек жолдарына жолдама беретін еңбек кітапшаларыңызды табыстауды сұраймын. Рахымберлі Гүлдана Мағауияқызы, Мирам Фариза Қанатбекқызы, Сатабекова Гүлзада Қартайқызы, Алмас Болатбекұлы, Майбол Ерсайын Жомартұлы, Дүниебек Жібек, Жақсы еңбек, жақсы денсаулық тілеймін. жас мамандардың ант қабылдау рәсіміне Қорғалжын мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Өнербек Жібекті шақырамын. Сәлеметсіздер ме? Адамның адамшылығы жақсы ұстазан деп Абай атамыз айтқандай, мұғалімнен өнеге білім алып, шәкірттерін білім нәрімен сусындатқан ұстаздар, ұлағатты ұстаздар мектептің жүрегі. Кез келген адам мұғалім бола бермейді. Мұғалім болу өнер, тағылымы терең өнер. Ал өнер кез келген адамға қона бермейді. Олай болса, шын ұстаз болу үшін, ізгілікті ізденіс пен ерен еңбекке ұштастырылуы шарт. Біз жас мамандар, ұлы мамандықтың жолына түсе отырып, келешек жас ұрпаққа саналы білім беруде, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруда аянбай, шаршамай, мінсіз қызмет етуге ант етеміз. Ант етеміз, ант етеміз. Кеңесінің ұстанымдары бар. Алып қосандарыңыз бар ма? Жоқ болса ұсыным қабылданды.
ендігі кезекті жыл қорытындысы бойынша атқарған зор еңбектеріңіздің нәтижесі болатын марапаттау рәсіміне көшейік. Аудан әкімінің марапаттауын табыстау үшін Қорғалжын ауданының әкімі Берік Амантайұлы ортада қалуыңызды сұраймын. Ұстазым, бойында бар білімін бере білген ұстазым, ізгілікті нұрларын төге білген ұстазым, әр жүрекке гүл сезім еге білген ұстазым, шабалатын балаға себе білген ұстазым, баянына бақыттың сене білген ұстазым. Бүгінгі педагогикалық қызметкерлердің тамыр жиналысының салтанатты марапаттау рәсімін бастаймыз. Қорғалжын ауданының әкімі Жанбай Берік Амантайұлының алғыс хатымен Ақтан Төлеубаев атындағы орта мектебінің мектеп-интернатының меңгерушісі Мұхамедина Бақыт Мұстафақызы марапатталады. Жалғастырамыз. Сураева Елена Петровна. Қорғалжын ауданының әкімі Жанбай Берік Амантайұлының алғыс хатымен Жомартова Алтын Салимовна марапатталады. Қорғалжын мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Сауле Амангельдиновна Ақтан Төлеубаев атындағы орта мектебінің ғылыми әдістемелік меңгерушісі. Аудан әкімінің алғыс хатымен Бейсенбекова Эльмира Жұмабайқызы марапатталады. Үсенов атындағы Сабырды орта мектебінің Ботақан шағын орталығының тәрбиешісі. Гүлнар Наримановна Қызылды орта мектебінің орыс тіл пәнінің мұғалімі. Бектұрсынова Құралай Пәлтейна марапатталады. Арықты орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі. Марал Кунелбаевна Арықты орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Карипова Салтанат Байбуовна Амангелді орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Гүл Орынбекова Амангелді орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Аудан әкімінің алғыс хатымен Смағұлова Эльмира Аликевна марапатталады. Шалқар орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Жакупбекова Айгерім Габдуллаевна Шалқар орта мектебінің бастауыш пәнінің мұғалімі. Ғалымжан Ыдырысұлы
Галина Уялы, Габдрахманова Әсел Галатбекова балалар балабақшасының тәрбиешісі марапатталады. Тамаза Қабдушевна балалар балабақшасының тәрбиешісі марапатталады. Шипеева Гүлзар Рамажановна аудан әкімінің Ахметбекова Айнұр Сәуілбековна Амангелді орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі марапатталады. Шересова Әдемі Олжабайқызы Жұмай негізгі мектебінің оқу тәрбиесінің меңгерушісі марапатталады. Аудан әкімінің алғыс хатымен Қазенова Гүлім Қабдырашевна Ақботақан балабақшасының тәрбиешісі марапатталады. Және Молдабаева Шолпан Қаппасовна Садырбай бастауыш мектебінің меңгерушісі марапатталады. Мемлекеттік стандарттар бала санына байланысты, сондықтан біз екпінді садырмай солар үшін қазір күрес жүргізіп отырмыз жаңа. Сондықтан сіздеріңізге жеңіс тілейміз. Мектепті жапқызбай алушыларды көрсетіңіз. Бюджетке жаңа ақша беріп көмектесіп жатырмыз жаңа. Жақсы ма? Сондықтан құрметті ұстаздар, тойларымыз құтты болсын, мейрамдарымыз құтты болсын. Оқу жылы өз үшін бір жайлы шуар. Министрлігінің құрмет грамотасы табыстау үшін сахнаға Ақмола облысы білім басқармасы оқу әдістемелік кабинетінің директоры Байманова Жаңагүл Даулетовна шақырылады. Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен Рабиға Есімжанова атындағы балалар музыка мектебінің директоры Әлімжанов Марат Мұхамедәліұлы марапатталады. Қорғаушы мектеп гимназиясының физика пәнінің ұстазы Тусупбекова Салтанат Қуанышқызы марапатталады. Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен Қызылту орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің ұстазы Төлеубекова Алтын Нұртайқызы марапатталады. Қорғаушы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Рыспаева Аягөз Бақтыгердіқызы марапатталады. Құрмет грамотасымен Үсенов атындағы Сабынды орта мектебінің информатика пәнінің ұстазы Галина Меруек Есімханқызы марапатталады.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым Ләйлә Диксі. министрлігінің алғыс хатымен Шалқар орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Жартыбеков Аманжолы Тілектесұлы марапатталады. Еңсай орта мектебінің оқу ісі жөніндегі директорының орынбасары Балабек Абдужамал Шакарқызы марапатталады. Үсенов атындағы Сабынды орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Айтжанова Лайла Өмірбекқызы марапатталады. Майшұғыр негізгі мектебінің физика пәнінің мұғалімі Абдикаримова Зульфия Балқабекқызы марапатталады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен Қызылту орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Нығманова Шолпан Ентайқызы марапатталады. Арты орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Қожагулова Әсем Жаңбыршықызы марапатталады. Қорғалжын мектеп гимназиясының тәрбие ісі меңгерушісі Ашимова Гүлмира Кәрімжанқызы марапатталады. Орта мектебінің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі Касьянов Ерлан Жанатұлы марапатталады. Естелік фотоға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Ақмола облысы бойынша білім беру мекемелерінің қызметкерлері арасында өткізілген 9-шы облыстық мұғалім спартакиадасында волейбол бойынша 3-ші орын алғаншы Мұхамеджанов Айдан марапатталады. Аудан волейбол құрама командасының капитаны Қайдаров Ермұхамед Сәрсенбекұлы марапатталады. Аудан волейбол құрама командасының мүшесі Мусин Дархан Аманелдұлы марапатталады.
Нұрлан Ескербол марапаттаушылармен бірге естелік суретке түсуге шақырамыз. Марапаттау рәсімін әрі қарау үшін ортаға Қорғалжын ауданы білім бөлімінің басшысы Омарова Сәуле Қуанышқызы шақырылады. Ақмола облысы білім басқармасының құрмет грамотасымен Рабиға Есімжанова атындағы балалар музыка мектебінің домбыра класының ұстазы Оспанов Нұрлан Жүсіпбекұлы марапатталады. Негізгі мектебінің тәрбиесінің меңгерушісі Тарабайлина Рауза Баянқызы марапатталады. Аудандық білім бөлімінің әдіскері Нарын Аяжан Серікқызы марапатталады. Жұмай негізгі мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі Дауылбаева Әсемгүл Аусаргетқызы марапатталады. Ақмола облысы білім басқармасының құрмет грамотасымен Үсенов атындағы Сабынды орта мектебі оқу ісі жөніндегі директорының орынбасары Байжұманова Айгүл Советбайқызы марапатталады. Ақмола облысы білім басқармасының алғыс хатымен Келбедай орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің ұстазы Алиева Гүлжайна Аманбайқызы марапатталады. Ағалжан балабақшасының психологы Күрегенова Гүлнар Ратышқызы марапатталады. Шалқар орта мектебінің информатика пәні мұғалімі Серікбаев Дулат Сайлаубекұлы марапатталады. Сәуле Қуанышқызы естелік суретке түсуге шақырамыз. Şarkı
Aldımdan çıktı ölüm oğlum bulan. Kaşaşıl kıyaldadan dert darmalım. Ostazam menen kankora menen Allah'a olsun ömürge. Şu birden arkan gözünden arkan bir kez yaşasam
Мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті ұстаздар. Бәрекелді, бәріміз бірге. Ustazım yeğen kalkora beden bağlagan olsa dönerken Özümden artan iyi Al. Sen tamız denesin de. Все.